Bugün Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің құрамындағы әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі құрылымның құрылғанына 25 жыл толуына орай сіздермен жолығып отырмыз. Осы қызметте жүрген кезде соны керек деңгейде басқаға үлгі бола алатындай деңгейде қызмет атқарғанға нешесін. Полиция лейтенанта Қожакелді қызы марапаттауға келді. Қазақстан Республикасының қызметіне. Әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобында 5 жылдан аса жұмыс істеймін. Алғаш рет осылай полиция басшылығы бізді құттықтап марапатқа ие беріп отырғаныңызға осы салада жандандыруға уәде береміз. Үлкен рахмет сіздерге осындай назарларыңызға.